Бәріңізге қайырлы күн. Күнделікті салаттардан жалыққан болсаңыз, сізге дәл осы салатты жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен біз ыдысымызға, кастрюлемізге тауық етін қайнатып пісіріп алатын боламыз. Енді қайнайын деп жатқан кезде көбігі шыққаннан кейін көбігін алып тастаймыз. Әбден піскенше тауық етін пісіріп аламыз. Оған дейін салатымыздың басқа құрамын дайындай береміз. Табамызға май құйып 2 ас қасықтай. Алдын ала пиязды корейский салат жасайтын үкішпенен осылай алдын ала өткізіп турап аламыз. Пиязымыз жұмсарғанша, шамалы ғана сарғайғанша қуыратын боламыз. Оған дейін біз қазір тұздалған қиярымызды жіп-жіңішке етіп турап шығамыз. Бізге 3 дана қияр қажет болады. Дәл осылай көрсетілгендей жіңішкелеп турап алдық. Үлкендеу ыдысымызға саламыз. Жаңа пісіріп дайындап қойған тауық етін суығаннан кейін осылай жіңішке етіп турайтын боламыз. Бізде тауық еті сүйексіз, осындай жұмсақ болуы керек. Әрі тураған кезде жіңішкеленіп туралса, өте әдемі болып шығатын болады. Оны да жаңа турап қойған қиярымыздың үстіне саламыз. Біздің пиязымыз қуырылып қалды. Қыздар, міне көргеніңіздей осындай кішкене сарғыштау болуы керек. Өте қатты қызартып керек емес. Енді біз сәбізімізді қуыратын боламыз. Табамызға май құйып 2 ас қасықтай алдын ала корей үкішпенен өткізіп қойған сәбізімізді осылай салатын боламыз. Бетін жабамыз, ол да жұмсарып қуырылуы керек. Арасында қақпағымызды ашып, бір рет осылай араластырып қоямыз. Барлығы толықтай жұмсарып қуырылуы керек. Уақыт өткеннен кейін біз сәбізімізді тарелкамызға түсіріп аламыз. Суығаннан кейін салатымызға сала берсек болады. Дайындап қойған құрамымыздың үстіне жаңағы қуырылған пиязымызды саламыз. Сәбізімізді саламыз. Дәміне қарай тұз саламыз, ащы болып кетпесін. Содан кейін аздап қара бұрыш қосамыз. Лимонның жартысын кесіп алып, лимон согын қосамыз. Шамаменен 1 ас қасықтай болады. Екі ас қасық майонез салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Күнделікті салаттардан өзгеше салат, қонақ күткен кезде де дастарханыңызға қойсаңыз, дастарханыңызды ашып тұрады, әрі өте дәмді. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен тегін рецептлермен, осындай салат түрлерімен бөлісетін боламын.